Сегрегация принциптерін анықтау үшін Мендель бір фенотипте ерекшеленетін екі өсімдікті кесіп өтеді. Мұнда көрсетілген крестте ата-ана буынның мүшелері немесе бұршақ ұрпақтары бір ғана белгімен ерекшеленеді, ол түс. Күлгін нұр өсімдігі көбірек күлгін өсімдіктерін кодтайтын гаметаларды ғана шығара алады, ал ақ бұршақ өсімдігі тек көбірек ақ өсімдіктерін кодтайтын гаметаларды пайдалана алады. Мұнда пуна квадраты деп аталатын бір буынның екі мүшесі арасындағы крест диаграммасы көрсетілген. Жұмыртқалардың барлық ықтимал түрлері бір осьте, ал шәует түрлері екінші осьте орналасқан. Бұл бұршақ өсімдіктерінің гаметалары біріктірілгенде бір ұрпағындағы барлық ұрпақтар күлгін болады. Бұл күлгін өсімдіктерге тән қасиет ақ өсімдіктерге қарағанда басым болғандықтан. Бір ұрпағынан екі гетерозиготалы күлгін өсімдіктерді екі ұрпағын шығару үшін айқастыруға болады. Екі ұрпағында әрбір ақ бұршақ өсімдігі үшін үш күлгін бұршақ өсімдігі өндіріледі. Сондықтан күлгін және ақ фенотиптер үш бір қатынаста шығарылады.